Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге тауық етін духовкада дұрыс пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Картоп пен тауық еті толығымен пісіп шығатын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен бүгінгі тағамымызды жасауға кірісейік. Бүкіл ингредиенттерді дайындап аламыз. Толық рецепті видеоның астындағы описаниядан қарай аласыздар. Ең алдымен тауық аяқтарын бірнеше бөлікке бөліп маринадтап аламыз. Өз талғамыңызға сай түрлі дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Бірақ ең бастысы тұз, қара бұрыш, сарымсақ және майонез қосуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар тауық еті ерекше дәмді болып піссін десеңіз, 1-2 ас қасық соя тұздығын қосуға болады. Дәмдеуіштерді тауық етімен жақсылап араластырып, бетін жауып 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол уақыт аралығында картоп, сәбіз және пиязды видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Көкөністерді қатты үлкен қылып тураудың қажеті жоқ. Осылай орташа туралуы керек. Сонда духовкада тез пісетін болады. Сәбіз бен пиязды да осылай жұқа етіп турап шығамыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша сарымсақ қоссаңыздар болады. Мен бүгін осындай шыны ыдысқа пісіретін боламын, ал егер үйлеріңізде мұндай ыдыс табылмаса, духовканың листіне фольга төсеп пісірсеңіздер болады. Картопқа да дәмдеуіштерді қосып және майонез немесе қаймақ салып араластырамыз. Туралған пияз, сәбіз және сарымсақты салып, тағы да аздап араластырамыз. Маринадталған тауық етін картоптың үстіне осылай видеода көрсетілгендей етіп қойып шығамыз. Және де картоп құрғақ болып қалмасы үшін аздап сары май қосуға болады. Барлық ингредиенттерді салып болған соң, ыдыстың бетін фольгамен жабамыз. Фольганың шеті осылай ыдыстың ішіне кіріп тұру керек. Әйтпесе тағамнан көтерілген бу ыдыстың сыртына шығып, ағып кетуі мүмкін. Және де картоп пен тауық етін міндетті түрде осылай фольганың ішінде пісіріңіз. Сонда тағамымыз толығымен пісіп шығады. Ыдыстың бетін толық жауып болған соң 170-180 градус температурада қызып тұрған духовкаға 45 минутқа салып пісіреміз. Содан кейін фольганы алып тастап, тағы 15-20 минуттай духовкаға салып, тауықтың бетін осылай қызартып аламыз. Рецепті соңына дейін қараған болсаңыздар, және де ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жасап көрсеңіздер, немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.